Бір кезде ол қарапайым қазақ ауласында жүрген бала еді. Бүгін оның даусы Нью-Йорк, Париж, Пекин сахналарында естіледі. Бірақ бұл жетістік оңай келген жоқ. Бұл Димаш Құдайбергеннің көрінбейтін күреске толы өмір жолы. Димаш Құдайберген 1994 жылы Ақтөбе облысында дүниеге келді. Атасы домбырашы, әжесі халық әндерін жақсы көретін жан еді. Димашты ата-әжесі тәрбиеледі, сондықтан кішкентайынан сабырлы, үлкенді сыйлайтын бала болды. 5 жасында музыкалық мектепке барады, фортепиано, сольфеджио, вокал бәрін қатар оқиды. Ұстаздары оның дауыс диапазонына таң қалды. Кейбіреулер мұндай дауыспен айту қиын деп ескерткен. Жас Димаш саз әлемінде байқауына қатысады. Кей әділқазылар оның дауысын жеткілікті деп санамады. Бірақ бұл сын оған артқа шегінуге емес, күш жинауға көмектесті. Күн сайын дайындалған Димаш тоқтаған жоқ, өзімен жұмыс істеді. Қазақстанда және шетелде өткен байқауларға қатысып, жүлделер алды. Бірақ ол үлкен сахнаны армандады. 2017 жылы Димаш Қытайдағы HNT I Am a Singer жобасына қатысады. Оның орындауындағы әр ән сенсация болды. Тыңдарман тек даусына емес, оның эмоциясына ғашық болды. Сол күннен бастап Димаштың өмірі түбегейлі өзгереді. Ол әлемге шықса да қазақша сөйлеуді, ұлттық әндерді ұмытпады. Қазақтың мәдениетін таныту оның басты миссиясы. Қазір Димаш әлемдік деңгейдегі орындаушы. Бірақ әлі де қарапайым қалпында. Ол даңқ үшін емес, өнер үшін ән айтады. Димаштың жанкүйерлерін әлемнің түкпір-түкпірінен кездіруге болады. Жанкүйерлерінің арасында үлкен ұястағы апаларды да кездіре аламыз. Димаштың өнеріне деген махаббатының арқасында қазақша үйреніп, қазақша ән шырқай алатындарын да кездіруге болады.